Елімізде алғаш рет бейне ойын жасауға тендер жарияланды. Тендерді ұйымдастырушы ғалым және жоғары білім министрлігі. Бұл қандай ойын болды? Оны әзірлеуге қанша теңге жұмсалады? Видеоны аяғына дейін көріңіз, бөлісіңіз. Қазір толық айтып беремін. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. 4 наурыз күні балаларға арналған мемлекеттік тілді үйретуге бағытталған компьютерлік ойын әзірлеу туралы тендер жарияланды. Келісімшарт 239 миллион теңгеге жасалған. Техникалық сипаттамаға сәйкес жобаның мақсаты қазақ тіліндегі балалар контентін ойын түрінде әзірлеу, қазақ тіліндегі қолданушылар аудиториясын кеңейту және мемлекеттік тілдің қолдану аясын ұлғайту. Ойын 6-25 жас аралығындағы балалар мен жастарға арналған және 2025 жылдың желтоқсанына дейін дайын болуы керек екен. Ойын жанры білім беру. Ол 3 деңгейден тұрады. Әрқайсының ұзақтығы 4 сағат. Негізгі міндеттері қазақ тілін А1, А2 деңгейінде үйрету. Сондай-ақ тарих, этнография, дәстүрлер мен фольклор арқылы тілді меңгерту. Білім беру бөлігіне грамматикалық жаттығулар, мини ойындар, тесттер, квесттер және жарыс тапсырмалары кіреді. Ойынның сюжеті мынандай. Ойыншы сәйгүлікті аңызға айналған бәйге жарысына дайындайды. Атты тамақтандырып, су беріп, күтім жасап жаттықтыру қажет. Әр әрекет қазақ тіліндегі сұрақтармен болады. Сұрақтарға дұрыс жауап беру арқылы аттың қасиеттері, яғни жылдамдық, төзімділік, интеллект жақсарады. Ал қате жауап алға жылжуға кедергі келтіреді. Жеңу үшін ойыншы сынақтардан өтіп қана қоймай, қазақ тілінің лексикасы мен грамматикасын меңгеруі керек екен. Оның деңгейлері мына локациялар арқылы ұсынылады. Жайлау, лексика бойынша базалық тапсырмалар, Наурыз мерекесі, дәстүр мен салттарды білуге арналған тапсырмалар, ежелгі Түркістан, тарих пен фольклорға қатысты тапсырмалар және бәйге финалдық жарыс нәтижесі тілдік білімге байланысты. Бұл мемлекеттік органның Қазақстанда бейне ойын әзірлеуге тікелей тапсырыс берген алғашқы жағдай екенін атап өткен жөн. Бұған дейін мемлекеттік сатып алым порталында мұндай тендер тіркелмеген. Жобаға бөлінген сомаға да назар аудару керек. Халықаралық стандарттармен салыстырғанда 239 миллион теңге білім беру ойын үшін жақсы бюджет. Ойынның басқа да қызықтар туралы материалдан қарай аласыз. Сіз үшін төменге сілтеме қалдырамын.